Республикалық әдеби қоғамдық Сара сөз журналының бас редакторы жазушы Гүлжаз Қарабектің алғашқы кітабы жарық көрді. Көптен бері оқырман көңіліне ой салатын туынды шығарсам деп талпынған жас қаламгер өз туындысына Алдаспан деген атау берген. Кітапта басты кейіпкер меценат құрмет орденінің иегері Рақым Тәңірбергеновтың ғұмырлық жолы баяндалады. Автор кейіпкер оқырман атты тұсаукесер рәсімінде кітаптың басты мазмұнын түсіндірді. Облысымыздың құрметті азаматы, дүйім Қазақстанға танымал азамат десек қателеспейміз. Осы кісінің Алдаспан кітабының шығуы себеп беріп отыр. Қуанышқа ортақпыз бәрімізде. Алдаспан деп атауына бір дәл қойған сияқты, өйткені Алдаспан деген түсінігінде бәрімізде солай дейміз ғой. Болат темірден жасалған алмас қылышты Алдаспан деп атайды. Солай болса керек, белгілерсіз. Сенің асатын деміз жоқ қой, білдеріміз жоқ қой жерінен. Сондықтан мінекей ағамыз, Рақым ағамыздың осындай жатқан ғұмырнамасын оқып танысып отырмыз. Бұл жерде шын айту керек, кейіпкер мен осы кітаптың авторын бір-бірін тапқан сияқты. Үйлескен дүние. Оқыдым, түгел енді өтірік айтпай қойды, оқып үлгермедім, дегенмен де жеткен осы жұмыстың арасында, қалтық тікенде жатқан арасында қарап көріп танысып шықтым. Яғни бұл жерде бір түйсінетініне бұл кісінің жалпы елге сіңірген еңбегі бәріміз жақсы білеміз, орасан зор екен. Өзіңіз айтып кеттіңіз, сіз айтып кеттіңіз. Өткенде болғанда да құттықтауымызды айттық, осындай 800-ге тарта азаматтарды, яғни 800 отбасын асырап отқан үлкен бірден-бір мекеме. Кітаптың ерекшелігі отбасы құндылығына, бала тәрбиесі мен салт-дәстүрге баса назар аудартқан. Ел ағасының жомарттығымен қашанда ешкімді бөліп жармай қолдау көрсетіп, мұқтаж жандарға қол ұшын созып жүрген қырын танытқан. Ұрпаққа тәрбие боларлық туындыны жазып шығару да қаламгерге оңай түспеген. 8 ай уақыт бойы қолынан қалам түспеген жазушы кітаптың оқырман көңілінен шығатынына сенімді. Адам адамнан үйренеді. Адам адамнан энергия алады. Сондықтан да бұл әр адамның өмірі қарап отырсаңыз бір кітап. Бірақ оны жазушының міндеті көре білу ішіндегі жақсылығын, оны ірілетіп өнер пәніне айналдыру. Жазушының міндеті сол. Сондықтан да мен сол жағына көбірек мән бердім, іздендім. Кейіпкермен бірге көз жасына ерік берген кездерде болды. Ол кісімен бірге күле алдым. Ешкімге айтпаған, еш уақытта жағышпаған сырларына дейін айтқызуға тура келді. Өйткені кітапты жан-жақты ашу болды. Мен мақсатым кейіпкерді көрсету болды. Сондықтан мақсатына жетті ғой деп ойлаймын. Енді Алла тағала аузыма салып Алдаспан деген есім бердім. Бұл жалпы творчество адамда былай болады. Перзентің сияқты қарайсын өзің өмірге алып келген шығармаңа. Сондықтан мен өте сондай бір аялы түрде перзентім ретінде қарадым. Ертең оқыған адам, әйтеуір не осы соны жазыпты ғой деген сияқты бір өмірдің адамның ішкен жеген неге керек деген сияқты болмасын. Өміріне бір үлкен адам оқи ма, жас бала оқиды ма, кім оқыса да ол оқырман өзіне керегін тапсын деген ниетпен өзімде көп іздендім. Сол мақсатыма жеттім ғой деп те ойлаймын. Халық қамын ойлап, қолынан келгенше көмегін аямай жүрген азаматтарға арнап шығарылған кітаптар аз емес. Ал бұл кітаптан арыстай азаматтың басқа да қырларын көруге болады. Отбасы мен түс шаруасын қатар алып қана қоймай, көмек сұрағандардың бетін қайтармаған. Елім деп елжіреген ердің еңбегіне орай автордың кітапқа берген атауы да өткір қылыштай қайсар азаматқа тән. Осы көктемде наурыздың 29 күні мен 70-ке толамын. Сосын өзім ойлана келіп, біраздан бері мені мазалап жүрген. Мен енді кітаптың материалы дайын болатын. Бірақ енді сол көп жазбағасын өзім барамай жүрген. Гүлжаз деген қарындасым әрі женімді шақырып ап, мен ақылдастым. Енді 70-ке толып жатырмыз. Енді осы ойдың бәрін бір жерге тұжырымдап, бір кітап шығарайық. Қазаққа өнеге болатын мәселелер көтерейік. Бәлдім батпай жаза бермейік. Енді қазаққа өнеге болатын үйірді оқысаңыздар көресіздер. Салт дәстүр, елбасының қазір жаңғыру деген бағдарламасына сәйкес ат спорты, егер тоқым деген мәселелер қазір көтеріп жатыр ғой. Соның бәрі мені осы қазір 20-25 жылдан бері күнделікті істеп елге көрсетіп жүрген жағдайым бар. Соның бәрін тұжырымдап бір кітап қылып шығарайық деген мақсат еді.
шықты, Құдайға шүкір. Мен өзім 2 рет оқып шықтым. Маған ұнайды. Журналистің кең мәселені көтеріп, сөйерде қазақтың қазіргі ұмытылып кеткен сәт дәстүрлері айтылады. Жаңа бір ақсақалдың сөзін аңғардыңыздар ма? Төркіндеп келу деген мәселе сияқты бірнеше мәселелер көтерілген. Сол себептен мен кітабымыздың шыққанына қуанам. Тұсауы кесілген кітапқа жиынға жиналғандардың барлығы оң бағаларын берді. Тіпті үздік қаламгерлер мен ақындар да арнайы келген. Ұрпаққа ой саларлық тәлім мен тәрбиесі біте қайнасқан оқулықтың жастарға берері көп. Көркем Бердібайқызы, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.